Сәлем достар, бүгін 2023 жылы Индонезия елінде жарық көрген, өмірде болған оқиғаға негізделген 172 күн атты драма, мелодрама жанрындағы өте керемет әсерге бөлейтін фильмге қысқаша мазмұн жасайтын боламын. Достар, бейнелерім ұнаса менің каналыма тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетіңіздер. Сонда одан әрі шабытым ашылып, тамаша бейнелерді көптеп және тез салатын боламын. Ал кеттік ендеше, фильм басында сағат тілі 4:45-ті көрсетіп азан уақыты болғанын білдіреді. Жұрттың бәрі намаз оқуға мешітке асығуда. Ал дәл сол уақытта түнгі клубта бір қыз удаймас, не істеп не қойғанын өзі білмейді. Бір кезде әжетханға кіріп айнаны ұрып сындырады. Сол сәтте өзінің балалық шағы елестей бастайды. Әкесімен өткізген бақытты сәттері. Әкесі қайтыс болған екен. Сосын сол әйнек сынығымен білегін кесіп өз-өзіне қол салады. Есін жиып емханада екенін көреді, ал әпкесі өкінішке орай тірісің, өлсең әрі барса 2 апта қайғыратын едік. Бірақ сен қой десе де қоймайсың. Шешемізді қинап біттің, қашан адам боласың, проблема тек сенде бар ма, зира әлі 10 гүліңнен бір гүлің ашылмады деп ренжиді. Сол кезде басты рөлдегі қыздың есімі Зира екенін білеміз. Сосын Зираны әпкесі үйіне алып кетеді. Анасының бұл жағдайдан мүлде хабары жоқ, шетелден жақында келіпті. Зира өз бөлмесіне шығып әкесінің суретіне қарап, әкесінің өзіне айтқан сөздерін есіне алады. Сосын істеген ісіне ұялып қатты қынжылады. Төменде бәрі шай ішіп отыр. Сол сәтте Зира қастарына түседі. Барлығы өз көздеріне сенбей қарап қалады. Сөйтсек, Зира тәубе ету үшін иманға бет бұрыпты. Әпкесі сенімсіздікпен қарайды. Ал анасы машаллах деп қуанады. Зира әпкесіне шынымен тәубе еткісі келетінін айтады. Және әпкесінен бұл жолда көмектесуін сұрайды. Әпкесі қуана келіседі. Сосын әпкесінің хижат сабақтары басталады. Шын тәубе еткің келсе, жаман достардан аулақ бол. Құран курсына жазыл деп мешітке алып келеді. Ол жерде бала кездегі құрбысын көріп қуанып қалады. Содан бастап күнде Құран үйренуге бара бастайды. Бір күні Зираны бала кезден бірге өскен бір жігіт көріп қасына шақырады. Қасында Құран үйрететін ұстаз да бар, ол жігітте ұстаз екен. Зира келіп амандасады. Сосын Зираны ұстаз досына таныстырады. Ұстаз жігіттің есімі Амир екен. Амир ұстаз Зираны Инстаграмнан қарайды екен. Зира тақуаларда интернетте отыратынына таң қалады. Сол күннен бастап Зира мен ұстаз жігіт инстада хат алмасып жүреді. Сосын Зираның үйіне бұрынғы құрбысы келіп, Зираның дін жолына бет бұрғанына ренішін білдіріп кетіп қалады. Келесі күні құрбысымен тағы мешітке барады. Жолда ұстаз Амир бұларды тоқтатып Зирадан анасының нөмірін сұрайды. Зира түсінбей не үшін дегенде, ұстаз жай сөйлесу үшін деп күледі. Сосын Амир қасындағы досына сен неге құрбысының нөмірін сұрамайсың дейді. Зираның құрбысы тез телефонын шығарып, мінекей мен қарсы емеспін дейді. Ұстаздың досы ұялып қалады, ертеңіне қыздың үйіне құдалар келеді. Сосын екеуінің тойы болады. Той біткен соң Амир келіншегін көтеріп үйіне апарады. Қандай әдемі көрініс, бірақ бұл жағдайда Зираның ауруы бұзады. Кезінде көп есірткі қабылдағаннан қатты қобалжыса ауа жетпей қалады екен. Сонда да Амир ренжімей келіншегіне қолдау көрсетеді. Күндер осылай бақытқа толы болып басталады. Мешітке бірге барады. Бірге қыдырады. Жұмыстарды да бірге істейді. Күнде жұбайына сыйлық сыйлайды. Қандай керемет. Ал барлық қыздың арманындағы ерлі-зайыптының өмір осылай болуы керек деп ойлаймын. Амир мен Зира күнделікті өмірін осылай өткізеді. Бір күні супермаркетте бұрынғы құрбысын көреді. Ол Зираның жолдасына үйленуден алдын қыздың өткенін біліп алмайсың ба деп Зираға іші тарылып, әлі өкпелі екенін білдіріп кетіп қалады. Сосын Зира жұбайына өткен өмірі жайлы айта бастайды. Бұрын мұсылманша мектепте оқыпты. Бірақ сол жерде әділетсіздіктер көп болған соң, діннен алыстап жаңағы құрбысы екеуі клубтарға барып қуып бастапты. Есірткі де қабылдаған екен. Амир Зираға уайымдама. Сенің өткенің емес, қазіргі күнің мен үшін маңызды деп тағы да жұбатады. Амир өте сабырлы мықты жігіт екен, иә қыздар. Сосын Зира жүктілігін білдіру үшін Амирге тосын сый жасайды. Екеуі де бақыттан басы айналып қатты қуанады. Амир келіншегіне одан әрі жақсы көңіл бөле бастайды. Сондай бақытты күндердің бірінде Зираның іші ауырып Амирге қоңырау соғады. Сосын ауруханаға барады.
Зираның баласынан айырылған екен Амир, Алла бізге не жақсы екенін білет деп Зираны сабырға шақырады. Сосын Зира ай сайын жүктілікке сынама жасайды. Бірақ нәтижесі жоқ. Оған екеуі де қатты қайғырады, бірақ Алладан үмітін үзбейді. Бір күні екеуі қыдырып жүрсе, адамдар жиналып тұр екен. Сөйтсе Зираның бұрынғы құрбысы жүкті болып қалып, өз-өзіне қол салуды жоспарлапты. Әрең дегенде құрбысын көндіріп төменге түсіреді. Сөйтіп оны аман алып қалады. Ертеңіне Амир Зираға жаңа үйлерін көрсетуге алып барады. Аяқ асты Амир жөтеліп бастайды. Оған екеуі де мән бермейді. Солай күнде Амирдің жөтелуі үдеп барады. Ақыр соңында болмағасын екеуі ауруханаға барады. Дәрігер Амирдің өкпесінде қара дақтар пайда болғанын, сол себепті тыныс алуға қиналып жүргенін айтады. Сосын ем қабылдау керек екенін айтып ауруханаға жатқызады. Амир мен Зираның кейінгі өмірі осы ауруханада өтеді. Амирдің ауруының емі жоқ екен. Ауруы одан әрі асқынып, Амирдің жағдайы қиындайды. Зира күйеуіне қолынан келгенше көмектеседі. Оны көріп күйеуі келіншегіне үйге барып тынығып қайт деп келіншегін көндіріп үйіне жібереді. Зира күйеуін қимай-қимай үйіне әрең дегенде қайтады. Зира үйге келсе күйеуі тағы да сыйлық дайындап қойыпты. Оны көріп Зира қатты қуанады. Сол күні екеуі түнімен телефонда сөйлесіп шығады. Таңда тағы да ауруханаға келеді. Зира күйеуінің палатасына келсе, ол жоқ. Өліп қалды деп қорқып кетеді. Алайда оның тірі екенін көріп уайымнан жылап жүреді. Ертеңіне Амирдің жағдайы одан әрі қиындайды. Зира бұған қатты шырпыр болып, Амирдің соңғы демі қалғанша қасында болады. Иә, өкінішке орай Амир қайтыс болады. Сол күні екеуінің отау құрғанына 172 күн болған. Дерлік 6 айға жоқ өмір сүріпті. Кейіннен Зираның өз өмірлері жайлы кітап жазып отырғанын көреміз. Осымен фильм аяқталады. Фильм соңында шын өмірдегі Амир мен Зираның суреттерін көрсетеді. Достар екеуі аз уақыт бірге болса да, жұбайлық өмірдің қадіріне жете білді деп ойлаймын. Ал достар, өз пікірлеріңіз болса комментарийге жаза кетіңіздер. Осындай бейнелер ұнаса менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Өз махаббаттарыңызды бағалаңыздар. Кездескенше достар.